Пайғамбарлардың бала тәрбиелеудегі 40 әдісі. Пайғамбарлар айтқандарына алдымен өздері амал етіп, ісімен үлгі көрсететін. Балаларды өмірдің, дүниені һәм жәннаттың сәні деп санайтын. Балалардың жасай алмайтынына емес, жасай алатынына мән беретін. Баланы толыспаған тұлға санамайтын, қайта кемел болмысын діни міндеттерді кезең-кезеңмен біртіндеп, өздеріне ұнамайтын сөз айтса, үйрету барысында орта жолды ұстанып, адамдарды жалықтырып алмаудың жымия қарасайтын. Үйренушілер арасындағы тұлғалық айырмашылықтарға ерекше мән беріп, әркімнің болмысына құрметпен қарайтын. Ешкімді өзгертуге тырыспайтын. Қайта Алланың жаратқаны ғой деп бар болмысымен қабылдап, шама шарқынша қадірлейтін. Өзара әңгімелесу әдісін, сұрақ-жауап әдісін қолданатын. Теріс түсініктерді жойып, шындық білімді санаға сіңіру үшін ақылға қонымды өлшемдерді қолданатын. Тыңдармандарына сұрақ қоятын. Осы арқылы оларды білім білгін таным деңгейіне анықтайтын. Салыстыру, мысал келтіру әдісін қолданатын еді. Ұқсастыру, аналогия әдісін халық арасында кең тараған мысалдарды пайдаланатын. Қолында қандайда бір зат болса, түсіндіріп жатқан тақырыбын жерге сызып көрсететін. Қарым-қатынас жасағанда сүйіспеншілікпен қарап, құрмет көрсетіп, қызығушылық танытатын. Балаларын жақсы көретін, әрі онысын өздеріне айтып отыратын. Балаларына қатысты сынақтарда сабыр ететін, әр нәрсенің Алладан келетінін шын сенетін. Балаларының сұрақтарына толыққанды жауап беретін. Балаларына көркем есімдер қоятын, және олардың бойларындағы көркемдіктерді күшейте түсетін. Бір нәрсе үйрететін болса, оны әзілмен әдіптеп, мейлінше жеңіл әрі қызықты етіп үйрететін. Балалармен көп ойнайтын, әрі ойынға балалар әлеміне кіретін кілт есебінде қарайтын. Балаларының пікірлеріне, сезімдеріне құрметпен қарайтын. Жар таңдағанда, болашақ балаларымның анасы деп текті жерден үйленетін. Отырысын немесе тұрысын өзгертіп, я болмаса бір сөзді бірнеше рет қайталау арқылы тақырыптың маңыздылығын көрсететін. Балаларға ашуланбайтын, ұрмайтын, айғайламайтын, жалпы жазаламайтын. Тәрбие берушінің Алла екенін біліп, бала мен Алла арасында делдал болмайтын. Балаларын адал ризықпен ішкізіп жегізетін, ысыраптың қай түрінен де аулақ болатын. Балалардың жылауын, ренжуін қаламайтын. Жүрген жерлерінде балаларының көңіл күйлерін көтеруге тырысатын. Ересек әлемінің шындығын балаларға өздерінің тілімен түсіндіріп беретін. Егер олар бұзықтық жазап қойса, тұлғасына таңбайтын. Қайта жамандық атаулының бәрі нәпсіден екенін айтып, арсыздықтан сақтауға тырысатын. Видео ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Келесі видеода кездескенше. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.